Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жоғарғы санатты химия пәнінің оқытушысы Құрақбаева Альфия Майкановна. Сабағымыздың тақырыбы ақуыздар. Сабақтың мақсаты: жасуша құрамындағы ақуыздар, олардың құрылысы мен қызметі туралы түсінікті қалыптастыра отырып, студенттердің ақуыздар туралы білімін нығайту, ақуыздың адам үшін маңызын, ерекшелігін, табиғаттағы рөлін терең зерттеу. Немістің ұлы философы Фридрих Энгельстің пікірі бойынша, тіршілік ақуыз заттарының өмір сүру формасы. Ақуыз молекулалар өте күрделі болатын амин қышқылдарынан құралған органикалық зат. Тірі ағзаларға тән азотты күрделі органикалық қосылыс. Ақуыз құрамы. Ақуыздардың қасиеттерін олардың құрамы мен құрылымы анықтайды. Ақуыз молекуласындағы альфа-амин қышқылдары қалдықтарының саны әртүрлі болады, кейде бірнеше мыңға дейін жетеді. Әр ақуызда альфа-амин қышқылдары тек осы ақуызға ғана тән ретімен орналасады. Олардың молекулалық массалары бірнеше мыңнан миллионға дейін жетеді. Ақуыздар гидролизденгенде альфа-амин қышқылдарының қоспасы түзіледі. Әрбір ағзаның өзіне тән ақуыздары бар. Барлық ақуыздар 20-дан астам әртүрлі альфа-амин қышқылдарынан құралады. Альфа-амин қышқылдарының жалпы формуласы: амин топтары мен карбоксил топтарынан тұратын күрделі органикалық қосылыс. Ақуызды түзетін амин қышқылдары: глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, серин, трианин, цистеин, метионин, лизин, аргинин, аспарагин қышқылы, аспарагин, глутамин қышқылы, глутамин, фенилаланин, триазин, триптофан, гистидин, пролин. Құрылымы. Ақуыз жасуша құрамына кіретін тірі құрылымдар: ядро, митохондрия, рибосома, цитоплазма негіздерін құрайды. Сондықтан ол организмде үлкен орын алады. Сондай-ақ организм түрлерінің бір-біріне ұқсамауы, олардың эволюция жолымен үздіксіз өзгеріп дамуы да ақуыз қасиеттерінің үнемі өзгеріп отыруына байланысты. Ақуыз бүкіл тірі организмнің негізгі қорегі. Ол осы жасуша протоплазмасын құрумен қатар организмдегі көптеген тіршілік құбылыстарына, тамақтану, өсу, көбею, тіркену, қозғалу, тыныс алу процестеріне тікелей қатысады. Ақуыздардың барлығы екі топқа бөлінеді. Қарапайым ақуыздар, протеиндер. Оларға альбуминдер, глобулиндер, гистондар, глутелиндер, проламиндер, протаминдер, протеиндтар жатады. Күрделі ақуыздар: протеидтер, гликопротеидтер, нуклеопротеидтер, липопротеидтер, фосфопротеидтер. Бұлардың құрамына амин қышқылдарынан басқа да заттар болады. Ақуыз молекуласының сыртқы пішіні екі түрлі болады. Біріншісі шар тәрізді домалақ глобулярлы ақуыздар. Бұларға альбуминдер, глобулиндер, гемоглобин, пепсин және өсімдік жасушасының ақуыздары жатады. Екіншісі фибриллярлық талшық тәріздес ақуыздар. Бұларға бұлшық ет ақуызы, миозин, актин, сіңір ақуызы, коллаген және малдың жүні мен піля жібегі ақуыздары жатады. Түзілуі. Ақуыздың түзілуі бұл өте күрделі жасушадағы ұсақ бөлшектер рибосомаларда жүретін процесс. Қашан, қанша және қандай ақуыз түзілу керектігі жайлы мәлімет жасуша ядросындағы ДНК, РНК арқылы жеткізіледі. Ақуыз түзілетін альфа-амин қышқылдарының радикалды құрамында ашық тізбекте, тұйық тізбекте әртүрлі сақиналар мен функционалдық топтарда кездеседі. Ақуыздардың құрылысы өте күрделі. Ақуыз молекуласы құрылымын бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік және төртінші реттік деп бөліп қарастырады.
Ақуыздардың жіктелуі күрделілік дәрежесіне байланысты, молекула пішініне байланысты, кейбір еріткіштерде еру қабілетіне қарай, атқаратын қызметіне қарай деп бөлінеді. Қызметтері: құрылыстық: ақуыздар клетканың барлық мембранасы мен органоидтарын түзуге қатысады. Катализдік: белоктың ең басты қызметі катализаторлық қызмет. Барлық тірі организмдерде зат алмасу реакциялары ферменттердің әсер етуімен жүзеге асады. Белгілі ферменттердің барлығы белоктардан құралған. Тасымалдаушы: заттарды тасымалдауда белоктың маңызды қызметінің бірі. Заттардың клетка мен органоидтар ішінде қозғалуы белок реттеп отырады, яғни оларды активті түрде тасымалдайды. Клетка мембранасының құрамында түрлі тасымалдаушы белоктардың болатыны анықталған. Мысалы, гемоглобин оттегіні тасымалдайды. Реттеуші: гормондар түрлі физиологиялық процестерді реттейді. Мысалы, инсулин қандағы көмірсу мөлшерін реттеп отырады. Қимылдық: бұлшықет жиырылуы, актин және миозин ақуыздардың жиырылуынан іске асады. Актин мен миозин бұлшықет ақуызы болып табылады. Энергетикалық: ақуыз клетка энергияның бірде-бір көзі болып табылады. 1 грамм ақуыз ыдырағанда 17 килоджоул энергия бөліп шығады. Көбінесе көмірсу мен майлар тәрізді энергия көздері таусылғанда ақуыз энергия көзіне айналады. Химиялық қасиеттері: ақуыздардың гидролизі болып табылады. Сілті немесе қышқыл ерітінділерін қосып қыздырғанда ақуыздар гидролизденіп амин қышқылдарын түзеді. Денатурация: ақуыз молекуласының табиғи құрылымының өзгеруі. Әртүрлі физикалық және химиялық факторлардың әсерінен спирт, ацетон, қышқылдар, сілті жоғары температура, сәулелену, жоғары қысым және тағы басқа ақуыз молекуласының табиғи құрылымының бұзылуына әкеліп соғады. Оны денатурация деп атайды. Денатурация қайтымды, қайтымсыз болып екіге бөлінеді. Ақуыздың организмдегі өзгерісі: ақуыздар аса маңызды тағамдық заттар, ет, жұмыртқа, сүт, нан тағы басқа құрамында болғандықтан ас қорыту жолдарында ферменттер әсерінен амин қышқылдарына дейін ыдырап гидролизденеді. Амин қышқылдары ішек қабырғалары арқылы қанға өтеді. Көмірсулар мен майлардан айырмашылығы амин қышқылдары организмде қор болып жиналмайды. Олардың біразы адам немесе жануар организмінің өзіне тән ақуызын түзеді. Қорытынды: 1. Ақуыздар бірнеше рет қайталанатын амин қышқылдарының қалдықтарынан түзілетін табиғи полимерлер. 2. Ақуыздардың химиялық қасиеттері мен биологиялық қызметі әр ақуызға тән амин қышқыл қалдықтарының бірізділігімен анықталады. Ақуыз бен өмір түсініктері бір-бірімен тығыз байланысты. Өмір дегеніміз не? Жер бетінде ол қайдан пайда болды? Осы сұрақтар адамзат баласын толғандырды. Ақуыздар жер бетінде адам өмірінің пайда болуына мүмкіндік туғызатын заттардың дамуының ең жоғары дәрежесі деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.